Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәл осындай қаттама жасайтын боламыз. Бұл қаттаманың сіздердің көңілдеріңізден шығатынына 100% сенімдімін. Бұл менің енем мен абысынымның бұрыннан жасап келе жатқан қаттамасы. Дәл бұл рецепт ешқандай жерде, ешқандай мастер-класстарда айтылмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қаттаманың қалай шыққаны жайлы төменге жаза кетіңіздер. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші төменде жазып көрсеткен рецепт бойынша қарапайым қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз тым жұмсақ және тым қатты болмауы керек, орташа жұмсақтықта болуы қажет. Бұл қаттаманың ерекшелігі ашытқы қосып, қамырды шамалы ашытып аламыз. Сосын тағы бір айта кететіні, қаттаманың арасына ешқашан 82%-ық сары май жақпаңыздар. Тек қана маргарин, оның өзінде щедрое лето маргарины. Біз барлығымен жасап көрдік, тек осы маргаринмен ғана қаттамаларыңыздың дәмі ерекше, әдемі болып шығады. Міне біздің қамырымыз шамалы көтерілді. Енді осы қамырды алып, 3 бөлікке бөліп, 3 зуала жасайтын боламыз. Әр зуаланы 3 бөлікке бөлеміз, сонда бізде кішігірім 9 қаттама шығатын болады. Енді қамырымызды ұн себе отырып, жақсылап жұқалап жайып аламыз. Ұнды сепкенде абай болыңыздар, тым көп болып кетпеу қажет. Міне қамырымызды да жайып болдық. Енді арасына май жағып, жақсылап қамырымызды ішінде ауа қалдырмай орайтын боламыз. Қамырдың шет жағына майды көп жақпаңыздар, себебі қамырды орай келе, май қамырдың шетіне тасып кетуі мүмкін. Енді қамырымызды барынша теңдей 3 бөлікке бөліп, дәл видеодағыдай ұлу сияқты орайтын боламыз. Видеода сіздерге қалай орау керектігін көрсеттім. Қаттамалардың бетін жайып, қалған 2 зуаланы да дәл осылай жасап аламыз. Енді біз қаттамаларымызды пісіруге кірісеміз. Қаттамаларымызды біртіндеп жаямыз. Жұқалау етіп жая беріңіздер, үлкендеу етіп, себебі қаттамаларымыз тұра-тұра көлемі кішірейетін болады, және оны тапамызға салып майға қуырған кезде тағы да кішірейеді. Сол кезде қатты қалың болып кетпеуі қажет. Қаттамаларымызды жайып болдық. Енді қызып тұрған табамыздың үстіне 2 немесе 3 қасық сұйық май қойып, қаттамаларды осылай видеодағыдай біртіндеп пісіретін боламыз. Бұл қаттамалардың тағы бір ерекшелігі, тапамызда майымыз көп болмайды, түбінде тек 2 немесе 3 қасық қана май болуы керек. Сонда ғана сіздердің қаттамаларыңыз тым майлы болып, жүрекке тимейтін болады. Қаттамаларыңыздың асты қызарған кезде келесі бетін аударып, келесі бетін пісіріп аласыздар. Астын көтеріп қарап тұрыңыздар. Егер тапаға тимей тұрған жерлер болса, шамалы май құйып, үстінен басып, оны да қызарғанша пісіріп аламыз. Дәл осылай 2-3 қасықтан май құя отырып, қалған 8 қаттаманы да пісіретін боламыз.
Міне біздің қаттамаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де каналыма шыққан видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар.